Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауа неден құралады? Бүгінгі сабақта ауаның құрамы туралы білесіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешейік. Көзге көрінбейді, жұтса білінбейді. Бұл не балалар? Жарайсыңдар. Жұмбақтың шешуі ауа. Балалар, ауаның қандай қасиеттері бар еді? Есімізге түсірейікші. Жақсы, ауа түссіз, иіссіз, көзге көрінбейді, пішінсіз және дәмі жоқ. Олай болса, ауа туралы бейнематериалға назар аударайық. Ауа біздің жер шарымызды қоршап тұр. Ауа қабаты күн сәулесінен жердің қатты ысып кетуінен және түнде суып кетуінен қорғайды. Ауа жер қабатының барлық жерінде бар. Бірақ біз оны көре алмаймыз. Біз ауаны жел соққан кезде сезе аламыз. Жел ауаның қозғалысы. Ауа бірнеше газдан құралған. Олар азот, оттек, көмірқышқыл газы және басқа газдар. Адамдар, жан-жануарлар оттекпен тыныс алады. Адам баласы бірнеше күн тамақсыз, сусыз өмір сүре алады. Ал ауасыз бірнеше минут қана өмір сүреді. Адам неғұрлым жоғары ауа қабатына көтерілген сайын, демалуы соғұрлым қиындай түседі. Сол себепті биік тауға саяхат жасайтын адамдар өздерімен бірге ауа толтырылған баллондарды алып барады. Бейнематериал түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді инфографиканың көмегімен ауаның құрамын атап шығайық. Ауа құрамында азот, оттек, көмірқышқыл газы, басқа газдар бар. Ауада қандай зат көбірек кездеседі екен? Дұрыс, ауа құрамында басқаларына қарағанда азот көп кездеседі. Ол кез келген ағзаның тіршілігі үшін қажет. Ал тыныс алу үшін қандай газ керек? Жарайсыңдар балалар. Ауа құрамындағы ең маңызды газ оттек. Ол тірі ағзалардың тыныс алуына қажет. Балалар, тыныс алып, демді қайта шығарғанда қандай газ бөлінеді? Жақсы, бұл көмірқышқыл газы. Көмірқышқыл газы ауа құрамының аз бөлігін құрайды. Оны адамдар, жан-жануарлар және өсімдіктер бөліп шығарады. Балалар, берілген суреттерді салыстырайық. Екі ғаламшардың түсі неге әртүрлі? Балалардың қайсысы Марсқа ұшуға дайын деп ойлайсыңдар? Жақсы балалар. Марста біздің жеріміздегі сияқты ауа жоқ. Сол себепті оның түсі жердің түсіне ұқсамайды. Бала Марсқа ұшу үшін арнайы киім киген. Бұл киім скафандр деп аталады. Скафандр ғарышта адамның денесін оттекпен қамтамасыз етеді және денені суық пен ыстықтан қорғайды. Балалар, берілген суреттерге зер салайық. Суретші қандай қателер жіберген? От қай кезде жанады, қай кезде жанбайды? Ойланайық. Жарайсыңдар балалар. Жаңбыр жауғанда от жанбайды. Ғарышта және шыны ыдыспен жабылған оттың жануы мүмкін емес. Себебі ғарышта ауа жоқ. Ауасыз от жанбайды. Қалған үш суретте от жанады. Жел отты өршітіп, салдарынан өрт шығады. Табиғатқа зиян келтіреді. Табиғатқа барған кезде өзімізді жылыту үшін от жағатын болсақ, құрғақ ағашты ормандардан алысқа барып, өсімдік үстіне топырақ төсеп жағу керек. Төселген топырақ өсімдіктің түгел жанып кетуінен сақтайды. Кетер кезде отты сөндіру керек. Балалар, есте сақтаңдар. Ауа, азот, оттек, көмірқышқыл газы және басқа газдардан құралады. Ауа отты өршітеді. Өртті сөндіру үшін ауаны жібермей, жолын жабу керек. Ескерту, отпен ойнау өте қауіпті. Өрт шығуы мүмкін. Сабағымызды жалғастырайық. Балалар, зерттеп көрейік. Балауыз шам қаншалықты ұзақ жанады? Бізге берілгені 3 балауыз шам. Біріншісінің аузын ашық қалдырамыз. Екіншісін 1 литрлік ыдыспен жауып қоямыз. Ал үшіншісін 3 литрлік ыдыспен жауып қоямыз. Ал қанеке ойланып көріңдерші, қай балауыз шам бірінші өшіп қалады, ал қай балауыз шам ең соңында ұзағырақ жанып барып өшеді? Жарайсыңдар балалар. Ашық тұрған балауыз шам ұзақ жанады. Екінші, 3 литрлік ыдыстағы балауыз шам
ұзағырақ жанады. Ал 1 литрлік ыдыстағы балауыз шам тез өшіп қалады. Себебі оның ішіндегі ауа жанып бітеді. Ауасыз от жанбайды. Балалар, ауадағы газдардың мөлшері өзгеруі мүмкін. Ірі зауыттар мен фабрикалар, көліктер ауаға көп мөлшерде көмір қышқыл газын шығарады. Фотосинтез үдерісі нәтижесінде өсімдіктер ауадағы оттек қорын толықтырады. Ендеше балалар, бейнематериалды тамашалайық. Али, айы, кәмпит тәтті ме екен? Әрине бейбі, тәтті. Иә. Тәтті. Дұрыс екен. Бірақ Али, айы, кәмпиттің орама қағазын кез келген жерге тастай салуға бола ма? Қоқыстарды оңды солды тастап, тазалық сақтамайтын болсақ, мына әдемі табиғатымыз ластанады ғой. Осынша көз тартар сұлулығында жоғалтады. Али, айы, біздер керісінше қоршаған ортаны қорғап, табиғатты аялауымыз керек. Аялау керек? Түсіндім бейбі. Біз қоқыстарды шашып, әр жерге тастамауымыз керек. Міне енді дұрыс болды, Али. Енді оларды арнайы қоқыс тастайтын жерге апарып тастау керек. Жарайды бейбі. Біз енді қоқыстарды белгіленген жерге ғана тастаймыз. Сонда біздің ауламыз, жайлауымыз да лас қоқыстан таза болады. Яға. Жарайсыңдар. Ластама былғама, айналаңды қоршаған, таза тыныс, таза ауа, сыйлайтұғын сол саған. Ластама былғама, айналаңды қоршаған, таза тыныс, таза ауа, сыйлайтұғын сол саған. Таза тыныс, таза ауа, сыйлайтұғын сол саған. Балалар, берілген тапсырмаға қарайық. Ауаның құрамдас бөліктерін оқимыз. Оттек, су буы, көмір қышқыл газы, түтін. Ауа құрамында осы газдардың көбейіп кетуіне не әсер етеді деп ойлайсыңдар? Берілген суреттерге қарап, ойланып, жауап беріп көріңдер. Тамаша, балалар. Ауаның құрамында оттектің көбеюіне орман және барлық өсімдік атаулы әсер етеді. Су буының көбеюіне мұхиттар, өзен көлдердегі сулардың булануы әсер етеді. Зауыт және фабрикалардан көмір қышқыл газ ауаға таралады. Түтіннің көбеюі қаладағы көліктердің әсерінен болады. Балалар, енді тест тапсырмасын орындайық. Бірінші сұрақ: ауа құрамында қандай зат көбірек кездеседі? Оттек, азот, көмір қышқыл газы. Ойланыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Дұрыс жауабы азот. Екінші сұрақ: тірі ағзалардың тыныс алуына қажетті ең маңызды газды табыңдар. Көмір қышқыл газы, азот, оттек. Жарайсыңдар, балалар. Дұрыс жауабы оттек. Үшінші сұрақ: сөйлемді аяқтаңдар. Ауасыз от жанады немесе жанбайды? Жарайсыңдар, балалар. Ауасыз от жанбайды. Келесі соңғы тапсырмаға назар аударайық. Ауаның құрамдас бөліктерін атап көріңдер. Жақсы, балалар. Олай болса, ауа құрамында азот, оттек, көмір қышқыл газы, басқа да газдар бар. Тапсырманы жалғастырайық. Балалар, отты тұтандыруға қатысты іс-әрекеттерді бір топқа, отты өшіруге қатысты іс-әрекеттерді екінші топқа топтастырайық. Жарайсыңдар, балалар. Отты тұтандыруға қатысты іс-әрекеттер: отты үрлеу, желдің соғуы. Отты өшіруге қатысты іс-әрекеттер: ылғал матаны оттың үстіне тастау, күрекпен отқа топырақ салу, отқа су құю. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер ауаның құрамы туралы білдіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.